Біз қазір лендинг пейдж деп аталады. Бір беттік сайт. Бұл көбінде таргетке арналған, немесе Instagram парақшаларға қоюға арналған осындай бір беттік сайт. Бір беттік дегеніміз мынау осы бір бет деп аталады. Осылай осы сайтты қазір тильдада қалай жасаймын, соны сіздерге көрсетемін. Тильданың главный бетіне өтсеңіздер, мына жерде сіздерде мои сайты деген жерде бірінші блокта өздеріңіз кеше жасаған аттарыңызды қойдыңыздар ғой, сол тұрады. Осыған басып кіреміз. Көп настройкалар өте көп, бірақ сіздерге қазір основной тез-тез жұмыс істеп кететін жолын көрсетіп жасаймын. Создать новую страницу деп басамыз. Мына жерде тұр, осыны басамыз. Осы жерде мысалы бізге дайын шаблондар береді. Қараңыздар, бір беттік сайтты мен сіздерге қазір шаблон арқылы қалай жасауға болады, соның бірінші этапын көрсетем. Содан кейін жаңағы мен көрсеткен сайтты жасаймыз. Оның енді жолы бөлек. Мына жерде қараңыздар, неше түрлі сайттың шаблондар бар. Магазин, событие дейді, блог дейді, мысалы контакты. Мысалы Инстаграмда көбінде осы контакты деген бөлімін көп пайдаланамыз. Осының кез келген біреуін таңдап алсаңыздар болады. Мысалы мен мынаны алып көрейін, или давайте мынаны алып көрейін. Посмотреть деп қарасаңыздар болады. Мына жерде бір беттік қана создать страницу. Сізге жаңағы дайын шаблонды шығарып береді. Бұл дайын шаблонды өзімізге қалай пайдаланамыз? Бұл жерде мысалы мына бір бетті көрдіңіздер ба, мынаны бір блок қылып жасаған. Осы бір блокты контент десеңіздер, бұл жерде мысалы суретін өзгертуге болады. Фоновый сурет қойып қоюға болады. Мына жерде черный фон, сондықтан біз мына жігіт тұрған жердегі ғана суретті өзгертеміз. Загрузить файл деп басамыз. Загрузить файл. Кез келген өзіміздің бір суретті қоя салуға болады. Ой, мен суреттерім қайда жарайды. Мына жердегі бір суретті алып қоя салайын. Үстіп қоясыздар. Заголовкаға мысалы сөздің бәрі өзгереді. Осы жерден мысалы жазасыздар. Айгерім. Бұл сөздің мысалы жирный қылып өзгертуге болады. Курсив қылуға болады. Енді мына жерден астын сызуға болады. Бұны осылай қарайсыздар, мысалы түсін өзгертуге болады. Міне цвет текста, осы түсін өзгертсеңіз болады. Әртүрлі принять десеңіз түсі өзгереді. Міне көрдіңіздер ме? Номер қоюға болады. Мына жерден жаңағыдай не дейді, мынандай маркировка жасауға болады. Бұның енді варианттары көп. Текстің жирнысын әлде де үлкейтуге болады. Мысалы қарап тұрсаңыздар, мына жерде қараңыздар. Жирності даже былай қойсаңыздар, көрдіңіздер ме, осымен көбейе береді. Осындай преимуществолар бар. Мына жерде шрифт дейді, түрлерін өзгертесіз. Шрифттан кейін біздерде текстің размерлері, бірақ міндетті түрде мына Айгерім деген сөзді белгілеп алып барып, осы размерін үлкейтсеңіздер болады. Екі сөздің арасындағы, мына расстояниені, мысалы төмен түсіп тағы сөз жазатын болсаңыз, мына жерде екі сөздің арасындағы расстояниені ұзартуға болады. Бұл сол үшін керек, бұл жер. Пока 14-те тұра берсін. Осылай дайын шаблонмен осылай жұмыс жасаймыз. Егер центрға қойғыларыңыз келсе, мына жерде выравнивать деген бар. Текст по центру, оң жақпен, сол жақ шеттен басталады деген жазасыздар. Описаниеге уже мен мысалы өзім жайлы жазатын болсам, бұл жерге мен веб-дизайнер деп жазам. Таргетолог қыздар, мысалы таргетолог келген клиентіңізге байланысты жазасыз. Список пункт. Бұл жерде мысалы карточкалар қоюға болады. Мысалы қараңыз, мына жерде карточка бірінші модуль деп жазамыз, мысалы міндетті түрде сохранить и закрыть дегенді басамыз. Көрдіңіз ба, мына астыда веб-сайт, WhatsApp, Telegram, Viber деп тұрғы, сол сияқты сіздер мынадай карточкаларды үстіп қоса бересіз. Бұл жерде мысалы біз мына жерден өшіре саламыз да, астыдағы бар шаблонды пайдаланамыз. Бұл жерде қараңыз, мынау бізде бір блок болып істеген. Мына жерде менің есімімді былай центрға қойып қояйық. Кішкене жылжып кетіпті.
по центру, сохранить. Вот Айгерім веб-дизайн. Енді мына жерде веб-сайт деп тұр. Бұның ішіне кіреміз, контент. Мына жерде веб-сайт деп тұр. Бұл жерге мысалы ссылка қойсақ болады. Кез келген бір сайтты белгілеп аламыз. Менде қазір қандай сайт бар? Міне қараңыздар. Менде мына жерде осы сайттың мысалы ссылкасын қоям, ссылкасын қоям. Осымен сохранить и закрыть дейміз. WhatsApp-тың да мысалы WhatsApp-тың ссылкасын қалай қоямыз? Ссылка на WhatsApp деп жазасыздар да, кез келген мына жерге алып, өздеріңіздің номерлеріңізді енгізіп, осылай сгенерировать ссылку десеңіздер, мына жерде сіздерге береді. Соны копировать ссылку дейсіздер да. Тельдаға қайтадан кіріп контакт. Мына жердегі бірінші карточкамыз біздің WhatsApp. Сол WhatsApp-тың ссылкасын қоя салсаңыздар болады. Мына жерді неге мен ссылкаға ауыстырып жатырмын? Өйткені пользователь десеңіздер, ол адам сізге звондайды, түсіндіңіздер ғой. Егер ссылка десем, ол кезде сіздерге чатқа жазады, WhatsApp-қа сізге жазады. Маған мысалы таргетолог сіздің қызметіңіз керек деп сөйтіп жазады. Сондықтан өйстіп қойып қойсаңыздар болады. Таргетологтарда еще баннерлардың немесе тағы кейстар тұратын телеграмдар болады. Әркімде мысалы әртүрлі, менде телеграмда жиналған. Viber, біз Қазақстанда онша көп Viberді қолдана бермейміз. Сондықтан бұның орнына добавить пункт деп мына жерден қараңыздар. Добавить пункт, осы жерден Инстаграмды таңдап аласыздар да, өздеріңіздің инстаграмдарыңыздың ссылкасын қойып қоясыздар. Сол кезде адам үстінен басқан кезде міндетті түрде сіздің жеке парақшаңызға өтетін болады. Міне мына жерге Инстаграм деп жазасыздар. Инстаграм. Міне Инстаграм. Енді сохранить и закрыть дейміз. Сохранить и закрыть. Вот. Мына бұдан кейін адамдар туралы ақпарат жазуға болады. Бұл контентті сіздер түсіндіңіздер, Кез келген суретті алып, өздеріңіз қалаған жаңағыдай суретпен, қалаған өзіңіздің текстпен неше түрлі нәрсе жасауға болады. Суретті қоясыздар, сөздерін өзгертсеңіз болады. Мына жерде мысалы менің жаңағы парақшама қош келдіңіздер деймін. Мысалы сондай сияқты өстіп сохранить и закрыть дейсіз. Мына жерде менің парақшама қош келдіңіздер. Мына астындағыда мысалы онлайн курс немесе менің мастер-классым жаңағы мына жерге мысалы мастер-класс деп жазамын. Осы сияқты сөздерін өзгертіп біртіндеп жасай бересіздер. Осылай дайын шаблонмен өзгерткеннен кейін міндетті түрде мына жерде опубликовать деген кнопканы басамыз. Сіздерде осындай задайте адрес сайты деп шығады. Бұл жердегі сайтты міндетті түрде барлық сайттың парақшаларында тіркеліп тұратын болғандықтан, мысалы өздеріңіздің есімдеріңізді бренд ретінде қалыптастырып, немесе кез келген бір компанияның атын жазсаңыз болады. Сохранить и продолжить дейміз. Міне. Енді бұны сақтағаннан кейін осы ссылканы клиентке немесе инстаграмыңызға копировать етіп аласыз да, осыны қойып қоясыздар. Копировать ссылку. Например, открыть страницу деп кіреміз ішіне. Міне сіздің парақшаңыз дайын шаблонмен осылай жасалып тұр. Көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар, бұл жердегі WhatsApp-қа клиенттеріңіз, мысалы WhatsApp-ты басады да, сізге чатқа өтеді. Міне көрдіңіздер ма? Менің Instagram, WhatsApp парақшама өтіп тұр. Перейти в чат. Міне перейти в WhatsApp, веб деп осылай каждый клиент өтетін болады. Міне дайын. Көрдіңіздер ме? Мына жерге сәлеметсіз бе деп жазады, сізге болды, сізге сообщение келіп тұр. Келесі Telegram канал, Instagram'да да ссылка қойдық. Instagram'ды басасыз, сіздің Instagram парақшаңызға өтіп тұр. Бұндай контактный лендинг пейдж жасап, өздеріңіздің Instagram'дарыңызға қойып қойсаңыздар болады. Бұл менің Instagram каналым. Осылай.
Бұл енді контактный страница жасаудың бір жолы. Мен сіздерге тағы 2 жолын қазір көрсетемін. Соны біртіндеп 3 жолдың біреуін өздеріңізге таңдап, қайсысы сізге ыңғайлы, соның біреуінен практикалық жұмыс жасап, маған міндетті түрде тексеруге жіберіңіздер.